Сәлем, мен Тархан. Сіздер жер климатының өзгерісі және глобалдық жылыну деген нәрселерді интернеттен де, теледидардан да, газет, журналдардан да естіп жүрген боларсыздар. Бірақ көбіңіз осы бір нәрселер, жер климатының өзгерісі деген нәрселер жер планетасына қандай зиян алып келетінін біле бермейміз. Сонымен осы бір жер климатының өзгеруі, глобалдық жылыну жер планетасына қандай зияндар алып келеді. Және неліктен 21 ғасырда, осы ғасырда жердің климатының өзгерісі және глобалдық жылыну деген тақырыптар өте көп болып кетті. Өте көп таралып кетті, немесе хайптанып кетті. Бүгін осы видеода осы сұрақтарға жауап беріп көретін боламыз және кеттік. 1850 жылдан бастап келесі 10 жылдық орташа температурасы алдыңғы 10 жылдық орташа температурасынан жоғарғы болып келді. Дәл осы кезден бастап жер климаты өзгеріске түсе бастады. 1850-1900 жылдардың өзінде-ақ жер планетасының орташа температурасы 0,8-1,2 градусқа жоғарылады. Бұл өте кішкентай сан болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл 50 жылдың ішінде болған өзгеріс. Ал қазір тіпті геометриялық прогрессиямен өсіп жатыр. 1988 жылы осы өзгерістерден кейін Біріккен ұлттар ұйымының қатысуымен үлкен ғылыми конференциялар және зерттеулер басталады. Терминдерді қарастырмай-ақ қысқаша айтып өте кетейін, осы зерттеулер барысында, осы зерттеулер бойынша парниктік газдың өсуіне және ғаламдық жылынудың үлкейіп дамып жатқанына 90% антропогендік әсерлерден болып жатыр деп айтады. Яғни адамның тікелей әсер етуімен болып жатқан нәрселер. Бұл дегеніміз температураның күрт жылынуына адамдар себепші деген сөз. Жарайды, температура өзгерсе өзгере берсін. Бұдан қандай зиян деп ойлауларыңыз мүмкін. Ең біріншіден екі полюс мұздар ериді. Бұл дүниежүзілік мұхит деңгейін көтереді. Соған орай дәл қазірдің өзінде де мұхиттар тасып, көптеген құрлықтар сулардың астында қалып отыр. Тіпті бәріміз білетін судағы әдемі шаһар Венецияның өмірін ғалымдар аз қалды деп айтады. Жақында ғана үлкен су топаны болды. Венецияның 90%-ын су басып қалды. Әдетте негізінде қар ерігенде не қыс жақындағанда Венецияның тек 10%-дайын су басатын. Бірақ осы қараша айында су 187 сантиметрге дейін көтерілді. Қалада төтенше жағдайлар жарияланды және туристерді әкелу доғарылды. Қала халқы жаймендеп көшіп жатыр. Екінші нәрсе бұл мұхит температурасының көтерілуі және ылғалдылықтың жоғарылауы. Мұхит температурасының көтерілуі теңіз өзен көлдердегі флора мен фаунаның зардап шегуіне алып келеді. Тіпті қатаң жағдайларда флора мен фауна жойылып кетуі мүмкін, бірақ оған дейін бармайды деп сенеміз. Алайда бұл шынымен де жақсы нәрсе емес, өте жаман нәрсе. Ал ылғалдылықтың жоғарылауы болса, бұл көктемнің келуін ертелетеді. Яғни жыл мезгілдері алмасып кетуі мүмкін. Енді басқа да ғаламдық жылыну әсерінен болып жатқан катаклизмаларды қарастырып көрейік. Қазіргі кезде ормандар өртеніп жатқанын көп көріп жүрген боларсыздар. Планетаның екі өкпесі атанып кеткен Сібір тундрасы мен Амазонка джунглилері тура мағынада жоқ болуда. Калифорниядағы орман өрті тым жиілеп кетті. Қазақстанның өзінде де орман өрті деген нәрсені жаз болған кездері көп естіп кеткен шығарсыздар. Ғаламдық жылыну осы нәрселерге себепші болуда. Дәл осындай жылдамдықпен парниктік газдың ауадағы мөлшері үлкейе берсе, 2100 жылға қарай кейбір елдер мүлдем өмір сүруге қолайсыз болып қалады. Олардың қатарында ғалымдар Катарды, Сауд Арабиясын, Бахрейнді, Біріккен Араб Эмиратын және басқа да таяу шығыстағы шөлейттерде орналасқан мемлекеттерді кіргізеді. Егер дәл осындай темппен парниктік газ өсе берсе, Парсы шығанағы елдеріндегі жоғарғы температура 74-77 градус Цельсийге дейін жетуі мүмкін. Бұл өте жоғарғы температура. Ендігі кезекте біздің Қазақстанға қандай әсерлерін тигізеді деп сұрауларыңыз мүмкін. Біздің Қазақстанда айналып өтпейтін айдан анық. 2050 жылға дейін Қазақстанның орташа температурасы 2-3 градус Цельсийге дейін жоғарыланады деп күтілуде. Қытымыр қыс азаяды. Онсыз да қазір көріп жүрген шығарсыздар, қазіргі қыс бұрынғы қыстар сияқты емес, жылы өтуде. Бірақ осы қыс елден ерекше суық болуда. Бұл қысты қарастырмай қояйық. Бұрынғы қыстармен салыстырып көріңіздер. Керісінше жаз өте ыстық өтуде. Бұны жазда көріп жүрген боларсыздар. Бұл жалғаса береді. Құрғақшылық, су жетіспеуі, температура өсуі деген сияқты үлкен мәселелер туындайды. Мен тек қана бір бөлігін айтып отырмын. Зардабы негізінен өте үлкен. Бірақ барлық нәрсенің шешімі бар. Барлық нәрсе мүмкін және адамзат бұл зардаптан да өте алады. Ғалымдар тобы осыған байланысты қырғын жұмыстар жасап жатыр. Мұнай өнімдерінен жаймендеп ажырап жатырмыз.
бензинмен жүретін машиналардың орнына электр тұтынатын машиналар жасалып жатыр. Энергияларды жылу электр станцияларынан алу доғарылып жатыр. Тіпті кейбір мемлекеттерге Біріккен Ұлттар ұйымы тарапынан да тыйымдар салынып жатыр. Ендігі біз не істей аламыз? Яғни жеке адам, кез келген адам. Ең басты мақсат бұл пластик өнімдерін азайту. Пластик өнімдерін толықтай дерлік қолданбаңдар деп айтпаймын, өйткені көп нәрсе пластиктен жасалады, бірақ азайтқанымыз жөн болады. Өйткені пластиктің құрамында да парниктік әсердің ұлғаюына әсер ететін парниктік газ шығаратын пигменттер бар. 2030-ға дейін ғалымдар пластик өнімдерін тұтыну 2 есеге дейін азаяды деп болжауда. Одан басқа сіз автокөлікпен жүруді, яғни бензин тұтынатын автокөлікпен жүруді азайтуыңызға болады. Мысалы, жаздың жылы күндері жұмысыңызға немесе кез келген жерге велосипед немесе жаяу барыңыз. Сіздің денсаулығыңызға да пайдалы, бензинге кететін ақшаңызды да үнемдейсіз, табиғатқа да пайдалы нәрсе жасап жатсыз, пробкаға кеткен уақытыңызды да үнемдейсіз. Оған қоса соңғы кездері велосипедпен жүру, электросамокаттар немесе жаяу жүрудің өзі модаға айналып жатыр. Европаның дамыған қалаларында автокөліктер саны азайып жатыр. Жаяу немесе велосипед немесе электросамокат қолданатын адамдардың саны өсуде. Одан басқа қоқыс бактарынан пластикке бөлек, қағазға бөлек, темірге бөлек, шыныға бөлек деген сияқты көріністі көріп жүрген шығарсыздар. Ерінбеңіздер, жай қоқысыңызды сорттау арқылы өнімдерді дымға жарамсыз қоқыс қылмай, қайта қолдануға көмегіңізді бересіз. Пластиктердің санын осылай азайтуымызға болады. Негізіне ғаламдық жылыну ол өте үлкен проблема. Бұл туралы жарты сағаттық, 1 сағаттық фильм түсіруге болады. Бірақ мен маңызды нәрселерін ғана айттым, және бұл видео бұрынғы видеолар сияқты қызықты болмауы мүмкін, қызықсыз болуы мүмкін, немесе жалықтыратын болуы мүмкін, бірақ өте пайдалы нәрселер айттым. Сондықтан бұл видеоны достарыңызға, туыстарыңызға немесе мектептегі презентацияларыңызға қолдансаңыздар болады. Бұны кішкентай баладан, кішкентай сәбиден үлкен қартқа дейін түсінікті етіп шығаруға тырыстым. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Келесі видеоларда жүздескенше.